Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуін де адам асырап үйінде ұстапты. Күндердің бір күнінде бір адамның май сіңген тері дорбаға салып сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де табылмайды. Алтыннан айырылған адамның күні тайып, жүдеулене бастайды. Тапқан таянғаны ішіп жеуге жетпеуге айналады. Мұны көрген ит пен мысық қатты қынжылып, қожасының жоғалған алтынын іздеуге кіріседі. Екеуі ой қырды аралап, бармаған тауы, баспаған жері қалмайды. Ақыры титықтап үйлеріне қайтады. Ит пен мысық ұнжырғасы түсіп, үнсіз келе жатқанда, кенет қожасының май сіңген дорбасының иісі мұрындарын жарып жібере жаздайды. Қуанғаннан ит қыңсылап, мысық мияулап жібереді. Ит айнала жүгіріп, тіміскілеп, ақыр бір тышқанның інін тырналап қаза бастайды. Мысықтың қуанышы қойнына сыймай, аңдып қарап отыра береді. Ит көп азаптанып, тышқан інінің түбіне жетсе, алтын салынған майлы дорбаны тышқан тығып қойған екен. Ит: «Мынаны көрдің бе?» деп алтынды мысықтың алдына лақтырып тастайды. Мысық сол кезде иесіне жақсатанбақ болып, иттен бұрын алтынды ала қашады. Мысық үйдің төбесімен қарғай жүгіріп, иесіне жетеді, алтынды тастай салады. Мұны көріп қожасы қуанып кетіп, мысықты бауырына басып, аймалай береді. Сөйтіп тұрғанда қара терге түсіп, сабалақ болып, арсалаңдап ит те жетеді. Келген бойда қожасының аяғына оралып, қыңсылай еркелейді. Ештеңені түсінбеген ол итін теуіп, жекіріп қуып тастайды. Жәбір көрген ит ызаланып, мысыққа тап береді. Қожасы арашалап, екеуін зорға айырып алады да мысықты үйіне алып кетеді. Міне, сол күннен бастап итті үйіне жолатпайды. Содан бері ит пен мысық бірімен бірі араз болып қалыпты. Мысықтың тышқанға өштесуі де сол күннен басталыпты деседі.